Джон Брэндон «Өзгер немесе өл» атты кітабында кез келген адам өзгеруі қажет деп есептейді. Бұл сипаттама біздің бүгінгі тақырыбымызға толықтай сай келеді. Себебі бизнесте өзгерістер талап етеді. Бүгінгі видеода біз диверсификация мен қазіргі таңда қандай бизнес ашқан жөн екендігін қысқа да нұсқа түсіндіретін боламыз. Сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Кеттік. Сізден лайк, бізден контент. Біріншіден, диверсификация дегеніміз не? Диверсификация дегеніміз бұл барлық бағыттарда кеңею, ассортиментті ұлғайту, немесе өндірісті дамыту, және тіпті де басқа нарықтарды іздеу. Не үшін дейсіз ғой? Мысалы, 2020 жылы басталған пандемия әсерінен көптеген бизнес иелері өз ісінен айырылды. Себебі бизнес өзгере немесе бейімделе алмады. Мысалы, мейрамханалар жеткізу форматына көшу арқылы бизнестерін сақтап қалды. Олардың арасында тіпті жеткізу форматында ешқашан жұмыс істемеген премиум класс мейрамханалары да болды. Демек, диверсификация тек жақсарту немесе бизнесті өсіру ғана емес, сол бизнесті сақтау үшін жасалатын өзгеріс процесі десек те болады. Сіздің бизнесіңізге диверсификацияның керегін тек анализ жасау арқылы біле аласыздар. Ол үшін бизнестің қандай дәрежеде тұрғанын анықтап, болашақта қандай тәуекелдер күтіп тұрғанын талдау керек. Кез келген уақытта бизнесті кеңейтуге немесе жаңа бағыттарды таңдауға болады. Ал бизнесті кеңейтудің қандай жолдары бар? Диверсификация немесе бизнесті кеңейтудің екі нұсқасы бар. Біріншіден, нарық ауқымын жаулап алу арқылы кеңейту. Екіншіден, ұсынылған сала шеңберінде жаңа өнімді жасау арқылы бизнесті кеңейту немесе қайта бағдарлау. Сіз қай бағытты таңдасаңыз да, сол бағытта кеңею жолдарын қарастыруыңыз керек. Олардың көптеген түрі бар. Солардың бірі бейімделу арқылы, мысал ретінде талдап көрейік. Маржанның тігін ательесі бар. Ол іс-шараларға көйлек тігеді. Уақыт өте келе оларға сұраныс азайды. Яғни маржан сұранысқа ие болатын өнімдерді шығару керек. Мысалы, балалар киімдері, немесе интерьер тоқыма бұйымдары. Тағы бір шешім көйлектерді жалға беру. Осылайша тұтынушылардың сұранысына ғана емес, кәсіпкер жұмыс істейтін нарықтың жағдайына да бейімделеді. Егер сіз басқа да жолдарды білгіңіз келсе, комментарийге жазып кетіңіздер. Біз ол туралы толық видео шығаратын боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.